Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз шие ағашын қалай кесеміз, сол туралы сөз етеміз. Шие және де черешня ағаштарын кесуде кейбір ерекшеліктер бар. Өйткені бұл шие ағаштарын дұрыс кеспесе, олардың бұтақтары жалаңаштанып қалады. Одан кейін ол пайдасыз көлемге айналады. Сондықтан да шие ағашының көлемі аса бір үлкен болып өсіп кету қаупі бар. Жыл сайын жеміс беру үшін оларды дұрыс кесу жұмыстарын жасауымыз керек. Мына тұрған енді 4 жылдық шие ағашы, бұл жерде гүлдік бүршіктері біраз салынған. Қарап отырсақ, енді бұны кескен кезде қандай ереже бойынша іске асырамыз? Бұл жерде кескен кезде бір лидерлі және де астыңғы төменгі яруста бір ғана ярус болады, одан жоғарғы бұтақтары ауыспалы болады. Бұл қатардағы бүкіл ағаштар өте тығыз орналасқан. Алма болсын, шие болсын, әрқайсының арасы бұл жерде 2 метр ғана арақашықтық. Сондықтан да бұл жерде интенсивті технология кесу жұмыстарын пайдаланбасақ, бұндай аралыққа бұл ағаштарды сыйдыру қиын болады. Сондықтан да осы ұршық тәрізді бейнедегі, европаша айтқанда шпиндель буш деп аталатын пішін беру әдісін қолданамыз. Енді кесуімізді бастайтын болсақ, мына жерде алдымен лидерді ерекшелеп аламыз. Мынау қосалқы жанынан өсіп шыққан бұтақтарын алып тастаймыз. Одан кейін мына лидердің ұшын қысқарттық. Бұл жердегі мақсат лидерді анықтап таңдап алу. Енді одан кейін төмен қарай түсіп, бірінші ярустың бұтақтарын таңдаймыз. Мынау бір бұтақ, мынау екінші бұтақ. Бірінші яруста 3-тен бастап 5 бұтаққа дейін болған дұрыс. Негізі идеальный болған кезде ол 4-еу болады. Енді әрқашанда әрбір ағашта 4-еу қылып шығару қиындық тудыратын кездері бар. Сондықтан да 3-тен бастап 5-ке дейін болады. Кемінде 3, ары кетсе 5. Одан артық бірінші ярусқа қажеті жоқ. Мына жоғары қарай кеткен бұтағын 2-3 бүршік қалдырып, осылай кесіп қойсақ болады. Өйткені шие ағаштарында бұлардың мына бұтақтарының бос тұрған жерлері жалаңаштанып, ешқандай гүлде бүршікте қалмай жалаңаштанып кететін осындай ерекшеліктер бар. Сондықтан да бұларды көп қысқартамыз. Мына енді ярустың жалғасы болып келетін бұтақтың да ұшын қысқартамыз. Жанына кеткен бұтақтардың да әрқайсының ұшын қысқартып шығамыз. Мына бір бұтақ, мына екінші бұтақ. Бұның да мына бір жылдық бұтақтарының ұшын қысқартамыз. Бұл шие ағаштарына өте маңызды. 2 бұтақпен жұмыс істедік. Енді мына жерде 3-ші бұтақ. Бұл жерде мына тік кеткен ортаңғы лидермен бәсекелес өте мықты бұтақ бар. Ол күйі қалдыруға болмайды. Оның өсуін шектеп мына жерден кесіп алып тастаймыз. 3-ші бұтағымызды таңдадық. Оның да ұшын аздап қысқартып қоямыз. Мынау 3-ші бұтақпен әлі де жұмыс істеп жатырмыз. Төменгі бірінші ярустың 3-ші бұтағы. Одан кейін 4-шіге мынау, 5-шіге мына бұтақты таңдасақ болады. Жаңа ғана айтқандай, 3-тен бастап 5-ке дейін бұтақтар санын бірінші ярустың бұтақтарын сонша көлемде қалдырсақ болады. Бір жылдық бұтағының ұшын қысқартамыз. Мынау 5-ші бұтақ. Осы шие ағаштарында бір жылдық бұтақтардың ұшын қысқарту қажет болады. Өйткені бұлардың өсу ерекшеліктері басқа. Біз енді 2-ші этаптың жұмыстарын аяқтадық. Міне төменгі ярус болып саналатын мына қаңқа бұтақтар 5 бұтақты таңдап алдық және соларды ерекшелеп қойдық. Енді одан жоғарғы қарай көтерілемізде өте мықты өсуші бұтақтарды қайта өсуге артқа қайтарамыз. Бір бұтақ.
Мынау ағашты біз төменгі ярусқа қалдырғандықтан оның үстіне көлеңке түсіруші және де одан өте мықты болып өскен мына бұтақты қайта өсуге артқа қайтардық. Келесі бұтақ мынау, оның биіктігін аздап шектейміз және де ішке қарап өскен бұтақтарын шектеп қоямыз. Бойын ұшында аздап қысқартсақ болады. Одан кейін мына бірінші ярустың мына ағашының үстінде мынау көлеңке түсіріп тұр. Оның да артқа қайтарамыз, қайта өсуге. Мына тұрған бұтақты мынадан шектеп қойсақ болады және де мына жеміс бергенге бұтақтарын қалдырамыз. Одан жоғары келе мына күшті өсуші бұтақтарды аламыз және де сыртқа қараған бұтақтарға қарай кесеміз. Мынау тұрғанды да сыртқа ашу үшін мынандай бұтаққа қарай бағытын бұрамыз. Одан жоғары орналасқан әрбір бұтаққа да сол амалдарды жасаймыз. Мынау тұрған бұтақта міне кішкене күшті өсуші және де анау тұрған лидермен бәсекелес болайын деп жоғары кетіп тұр. Оның жанында мынандай көлденеме өскен бұтақ бар. Соған қарай ашамыз. Бұны толық алып тастамаймыз, өйткені мына жерде мына жеміс беретін бүршіктер толып тұр. Әсіресе мына ішке қарап өскен бұтақтарының ұштарын қысқартамыз және де мына діңгектің бойын ашамыз. Мынанда сыртқа қараған әлсіз бұтақтарды қалдырып, өте күшті өсушілерін бойын шектеп қоямыз. Енді жоғары жақта мына бұтақтар қалды. Олардың да бойын сыртқа қараған бүршікке қарай осылай шектейміз. Сонымен бұл жерде бізде бір ғана бұтақ қалды. Жоғары жақта тағы да бір күшті өсуші бар. Оның да биіктігін бәсеңдетіп қоямыз. Сонымен енді былай қарасақ, төмендегі мына бірінші ярус бұтақтары ерекшеленіп тұр. Одан жоғары өсуші бұтақтар одан әлсіз болып келеді күші жағынан және де жуандығы жағынан. Жыл сайын осы кесуді жалғастырамыз. Қандай да бір бұтақтар өте күші алып, мықты өсуші болып бара жатса, оларды да мынау бұтақтар сияқты қайта өсуге артқа қайтарамыз. Осы мынау бұтақ кесілді. Мынау енді мына жерде мынаның бағытын сыртқа қарай былай бұрсақ болады және де мына жерде сиретіп қойсақ болады. Сонымен енді жалпы алғанда кесуіміз бітті. Төменнен жоғарыға қарай осындай бейнеде болады. Мына ортаға күннің түсуі ашылды. Және де өте мықты ортаңғы лидерге бәсекелес болатын бұтақтар алынды. Жыл сайын осы әрекеттерді жалғастырамыз.